Ақсу қаласы Үштерек ауылы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Жексенбай Назерке. Бұл макет менің кіші отанымның болашағы тақырыбында жасалған, менің ауылымның болашақ көрінісі. Бұл біздің мектеп. Біздің мектеп қазіргі уақытта қала мектептер арасында үздік мектептер қатарына жатады. Гүлденген ауылдың бейнесін көру үшін мен нені негізге алдым? Жасыл ел жобасы аясында ауылды жарықпен қамтамасыз ету үшін күніне желден энергия алу. Ауылдың экологиялық жағдайы, тазалығын сақтау үшін қалдықты қайта өңдеу орталығын ашу. Сол арқылы халықты жұмыспен қамту. Көшелерге қалдық жинайтын 3 түрлі контейнер қойылу. Үшінші, салауатты өмір салтын сақтау және жастарды ауылға тарту мақсатында спорт кешенін салу. Сонымен қоса болашақ жастарды өнерге баулу негізінде мәдениет саласын заманауи үлгіде дамыту. Қазіргі уақытта рухани адамгершілік пен тәрбиенің негізі жастарды имандылыққа тәрбиелеуде. Мешіт салынуда. Біздің ауылда өнерлі жастар көп. Солардың бірі шаруашылыққа ыңғайлы шағын жүк тиегіш трактор құрастырып жасап шығарды. Ауылдың басты даму жоспарында алдағы жылдары қаланың орталық жылу жүйесін енгізу жоспарланып отыр.